Сәлем, балақай. Қалың қалай? Жақсы ма? Ал бүгін мен саған, балақай, сөйлемейтін күшік туралы ертегі айтып бермекшімін. Мынандай сүйкімді күшік бүгін бізде қонақта. Ол да сенімен бірге ертегі тыңдайды. Ал жақсы, балақай, ертегімізді бастайық. Бір ауылда бір күшік бар еді. Ол күшіктің ерекшелігі, ол ешқашан үрмеген екен. Үрмейтін күшікті көз алдыңа елестетші. Қызық, иә? Ол күшік өте әппақ екен. Барлығы бұл күшіктен қашады екен. Себебі ол үрмейді, ешкіммен ойнамайды. Үнемі жалғыз екен. Тек бір кішкентай қыз ғана оны жақсы көреді. Ол қыз үнемі күшікпен сөйлесіп, құшақтайды екен. Өте мейірімді қыз. Солай ғой. Бір күні қыз суға құлап кетеді. Алайда судың маңында қызға көмекке келетін адам болмайды. Тек қана сол кішкентай аппақ күшік қана болады. Ал күшік не істейді? Өзі кішкентай, өзі үрмейді екен. Күшік бар даусымен айқайлап үре бастайды. Сол кезде күшіктің өзі суға түсіп, қызды өзі судан алып шығады. Ойлашы, кішкентай күшік қызды құтқарды. Қыз болса, күшікті құшақтайды. Сен сондай жақсы доссың, дейді күшікке. Ал күшік қуанғаннан үріп қоя береді. Сөйтіп, күшік өте батыл қадам жасаған екен. Және оның жүрегі тек қана батыл емес, сонымен қатар өте мейірімді екен. Енді ол күшікті барлығы батыл күшік деп атайтын болыпты. Және балалардың бәрі онымен ойнағысы келеді екен. Ал қыз үшін ол күшік бұрыннан да ерекше еді. Балақай, бүгінгі батыл күшік жайлы ертегі саған ұнады ма? Біз енді сенімен қоштасайық. Келесі кездескенше сау бол.